Олжас Байділдинов, сен шектен шықтың, газды қымбаттаттың, халыққа қарсы шықтың, қазақ тіліне тиісіп, елдің намысын таптадың. Енді келіп Димашқа тиісіп отырсың ба? Димаш қазақтың мақтанышы, ол біздің рухымыз, біздің символымыз. Сен сияқты тіл мен елден безгендерге қарсы тұратын ұлттың ұлы бар екенін ұмытпа. Сондықтан Олжас, егер өзіңді шалбар киген жігітпін десең, жұрттың алдында бос сөзбен емес, менімен жекпе-жекке шық. Сені ресми түрде жекпе-жекке шақырып отырмын, түсінесің бе? Бірақ бір нәрсені біл, бұл тек екеуміздің айқасымыз емес. Бұл ел намысының айқасы. Қазақтың тілін, мақтанышын, рухын таптаған әр сөзің жауапты болады. Сенен жауап күтім. Ойлаңызшы, сіздің үйіңіздің есігін келіп, бір әйел қағып, сізге әлемді кім басқарады деп ойлайсыз? Сізбен Құдай жайында сөйлесейін дегем десе. Адамдармен сөйлесіп жүреді, осы Құдай жайында сөйлесіп. Дүниенің шын мәнінде кім билеп отыр деп ойлайсыз? Мама бармайды. Дәл осы видеодағындай адамдар қазір Қазақстанда көбейіп келе жатыр. Бұлар басқа дін өкілдері, ойдан құрастырылған сектаның өкілдері. Естеріңізде болса, үлкен кісілер біледі. Бұрындары үйлерді аралап жүретін, кітап тарататын Йогова деген дін болатын. Оларға дін қызық емес, на самом деле оларға ақша қызық. Дәл сол сияқты Қазақстанда тіркелмеген, Қазақстанда жоқ дінді ойынан шығарып, халықтың үйін есігін қағып мазасын алатын осындай адамдар заң алдында жауап бермей ма? Өйткені бұлар келешек ұрпақты, үйінде жалғыз отқан баланы миын улап адастырып жіберу әбден мүмкін емес пе? Әрине мүмкін. Сондықтан да құрметті заң өкілдері, міне сіздерге мына екі әйелдің түрін көрсеттім. Бұларды қамауға алып, профилактикалық жұмыс жүргізесіздер деп ойлаймын. Өйткені біздің ұлтымызға, біздің дінімізге үлкен қауіп қатер тигізуі мүмкін. Өйткені бұлар сізге келіп, сіз Құдай танисыз ба? Құдай деген олар таулар, Құдай деген аспанда емес, Құдай деген мындай. Жүріңіз біздің церковьқа, или біздің жаңағы шіркеуге жүріңіз, немесе басқа бір жерге апарып, сізге жаңағы мынаған ақша салу керек деп миыңызды улап, оқытып, сізді басқа дінге аударып жіберу әбден мүмкін. Ол кезде бала немесе адам сразу өзгереді, сондықтан да абайлаңыздар. Дәл солай. Өйткені онсыз да адасып жүрген қазақты одан сайын адастыратын дәл осылар ағайындар. Бір адамдар хабарласып жатыр, жақында Дина базарынан сол ет алған, 220 килограмм ет үйіне келіп асқан, еттің түрі нормальный болған, бүлінбеген сияқты дейді. Бірақ асқан уақытта, етті пісірген уақытта еттен дәрі антибиотиктен иіс шығып тұр дейді да, сасып тұр, мүмкін емес та жеуге. Сосын қайтып базарға барған, айтқан, не масқара, еттің маған справкасын бер, ветеринарный справкасы қайда? Тексерейік, қарайды деп. Сөйтіп справкасы бар деп берді, бірақ та справкада 180 килограмм еттің бағанағыдай справкасын беріп отыр дейді да. Соны айтқан ғой, мен сені 220 килограмм ет алдым, маған 220-ның справкасын бер деген. Ол жоқ, қателесіп кеткенбіз ғой, анау ғой, мынау ғой деп. Сосын айтқан, не масқара, бағанағы справканы бер, айтпесем сен үстіне арызданамын деп. Жоқ, қайда барсаң онда бар, анау мынау деп сөйтіп бағанағыдай шығарып салды дейді да. Сол бойынша анда-мында арыздандым деп отыр, ешкім тексеріс жоқ, ешқандай деп отыр ол. Не масқара, жалпы еттің ортасынан не болып отыр? Справкалар қалай жасалып отыр? Қалай өтіп отыр тексерістен? Осының барлығын жалпы кім тексеріп отыр? Ертең халық уланып қалатын болса, кімнің жауап береді? Сэс-тің бастығымен. Бір оқырманымның қазіргі таңда басынан өтіп жатқан сұмдық жағдай жазылған хаттың қысқаша мағынасын өздеріңізбен бөлісіп қояйын. Әйелдерге мүлде сенуге болмайды деп бастаған екен оқырман хаттың. Менің қазіргі таңда 2 перзентім бар. Біреуі менің балам емес. Әйелім менің туған жездемнен туып алған. Менің әпкем мен жездем екеуі ажырасып кетпесін деп айта алмайтын бұл сорды әйелім пайдаланып, бүкіл қарасын, жаласын маған жауып, қазіргі таңда екеуміз ажырасып кеттік. Балаларыма да мені әбден жамандап тастаған. Балаларым мені боқтауға дейін барды. Балаларыма да ашып айта алмаймын, себебі екеуін де жақсы көремін. Қазіргі таңда мен қаңғыбастың күйін кешіп жүрмін. Басқа біреуге үйленейін десем, күндердің күнінде балаларым келе ма деген үмітім бар деп жазған екен оқырманым. Көрдіңіздер ма? Бұл бір ғана адамның басындағы мұң емес, бұл тұтас қоғамның шындығы. Әйел жыласа, оның ақ қарасын ажыратпай тұрып, әлем болып жұбатуға тырысамыз. Ал ер адам жыласа, өзі жақсы болса осылай жүрмейді ғой деп келеке етеміз. Білесіздер ма, ер адам отбасы үшін өзін ұмыта алады, ал әйел өз реніші үшін отбасын бұза алады. Сондықтан әйелдердің әрбір әрекетіне, сөздеріне көз жеткізбей сенбеңіздер. Әйелдердің алдына көнгіш,
жүгіргіш, сенгіш болып келетін еркектер түбі осындай халге түсулеріңіз әбден мүмкін. Біреулер айтады да, әйеліммен ұрысып қалдым, арамыз дұрыс емес, оған қанша дұға тілесем де дұрысталмай жатыр, кетіп қалды әйелім, қайтадан қосылғысы келмейді деп. Немесе сондай әйелдер де бар. Күйеуім жүріп кетті, бұзылып кетті, өзгеріп кетті деген сияқты. Дұға тілеп жатырмын, неше түрлі Құдайдан сұрап жатырмын дейді да. Құдай дұғаны қабыл етуші. Мәселе қиындықты беретін де, шешетін де сол Құдай. Бірақ сіздікі неге шешілмей жатыр? Қателік өзіңізде ма? Өзіңіз бір нәрселі дұрыс жасамадыңыз ба? Өздерің өзгермей Құдай жағдайларын өзгертпеймін деген. Сол үшін өзгеріс болмай жатса, нәтиже болмай жатса, онда сіз бір нәрсені дұрыс жасамай жатсыз. Отырып алып дұға тілей бергеннен, сұрай бергеннен, күйеуімді өзгерт, әйелімді өзгерт дей бергеннен пайда жоқ. Өзіміздің қателіктеріңізді түсіну керек. Негізі сынақ деген адамның өзін қателігін түсіндіру үшін берілгенді. Соны түсінгеннен кейін сынақ жеңілдейді. Сынақты Құдай шешеді. Ал түсінбесек, ол шешілмейді, сол нәрсе қайталана береді. Сол баяғы ықылас адам таяғы ырыс баланың қорғаушылары шаршамайды екенсіңдер. Бай берсін, нелерің бар, өзің үшін жүрсің ғой. Ырыс бала өз еңбегімен байыды, не деген ішің тарих дейді. Жоқ жаным, мен ырыс баланы жай ғана түртіп қалып едім. Ырыс баланың төгілейін деп тұрған абыройы өте көп екен. Халықтың ізденісіменен, халықтың ішіндегі жүрген белсенді, ақылды, ойы ұшқыр қыздарының дертіне дауа болды. Мен Рысбала Экранбайдың атын атап едім. Мен емес, 7000 километрде отырып Рысбала Экранбайдың 20 пәтері бар екенін, оны жалға беріп отқанын мен қайдан ізденемін? Елдің ішінде көзі қырақ, ойы ұшқыр қазақтың қыздары мен ұлдары Рысбала Экранбайдың қанша дүниесі бар екенін, және бұл кімдердің атында екенін айтып, жеткізіп, дәлелдеп, бірақ жарыққа шығаруға мүмкіндік болмай тұр. Себебі Рысбала Экранбайдың қалтасындағы, халықтың қалтасынан жинаған қаражатпен бірнеше кісілердің аузы жауылып жатыр. Бірақ үкімет өзгерген күні Рысбала Экранбайдың дүние мүлкі тәркіленеді. Қайда қандай дүние мүлкі бар екенін біліп отыр халық, мен емес, халық біліп отыр. Одан бөлек Рысбала Экранбайдың дүние мүлкі қай уақытта, қай күні, қандай ақшаға алынғаны жақсы білетін жақын адамы бар. Бірақ ол кісіні жарыққа шығарамаймыз, себебі жарыққа шығару мынау жүйе тұрғанда, мынадай бандитизм система тұрғанда қауіпті. Сондықтан оны уақытша сыр сандықтың түбінде ұстап отырмыз. Бірақ жақын күнде үкімет өзгерген кезде барлығы жарыққа шығады. Сондықтан Рысбала Экранбай үшін қатты терлемеңдерші, өздеріңнің бала-шағаларының болашағы үшін, еліміздің тәуелсіздігі үшін, ертеңгі күн үшін терлеңіздер. Рысбала Экранбайдың жұмысы тексеріліп, ізденістің жолында тұр.